Енді келесі кезекте біз матрасын тігетін боламыз. Матрасын ішін, яғни матрасын өзін осы сұр түсті матадан тігемін, және тысын осы гүлді матадан тігетін боламын. Бағана алған өлшемдерімізге 4 см қосып, қиып, сызып, қиып алатын боламыз. Міне мен матасын қиып алдым. Енді ортасындағы тесігін жасау үшін төменгі жағынан, мысалы бізде 23 см болды, соған біз қосымша 2 см бердік. Төменгі жағынан да, жоғары жағынан да. Сол 2 см алып тастап, 23 см өлшеп аласыздар. Содан кейін жоғары жағынан да дәл солай 2 см біздің қосқан 2 см алып тастап, 48 см өлшеп алдық. Содан кейін енінің дәл центрін тауып аласыздар. Соған мен осындай скотчты қойып, дәл центріне сызып аламын. Ішкі жағынан солай тіккен кезде 1-1 см тігіске кетеді. Сол кезде ол осыдан үлкендеу круг болатын болады. Мұны көрсетейін. Осындай үлкен круг болатын болады. Қазір мен ішкі кішкентай кругпен тігіп, қиып алатын боламын. Енді ең бірінші біз мынандай 5 сантиметрлік, ені 5 сантиметрлік лента қиып алдым. Бұның ұзындығы, неғұрлым ұзындау ала беріңіз, қазір артығын қиып тастайтын боламыз. Ең бірінші осы матрасын бір бөлігін ғана алып, екінші бөлігін бөлек қойып қойдым. Осыған мынаны басында 2 сантиметрдей тастап, тігіп шығатын боламыз. Қазір осыны тігіп аламыз, бір бөлігіне ғана. Екінші бөлігін ең артынан мақтасын салып болғаннан кейін барып тігеміз. Міне біз қазір осы лентамызды мына матрастың бір бөлігінің тесігіне, қазір шүмек тұратын жеріне, яғни қойып тігеміз. Бастапқыда бір 2 сантиметрдей қалдырып кетеміз тікпей. Соңында мұны кішкене 1 сантиметр жеткен жоқ аралары. Осындай жерде тікпей тұрамыз. Өйткені лентамызды біріктіріп тігіп алуымыз керек. Енді мына кішкене жерін тігіп жүреміз. Міне біздің лентаны тек қана бір бетіне тігіп алдым. Енді мына бізде оң беті көрініп тұр. Тігістің әдемі тұрған жағы оң беті. Осыған мына біздің екінші бөлікті оң бетін төмен қаратып, яғни оң беттерін бір-біріне қаратып, біріктіріп аламыз, біріктіріп тігіп аламыз. Тек қана астыңғы жағынан осылай жиектерінен бір 6-7 сантиметр тігіп, ортасын ашық қалдыратын боламыз. Жиегін 1 сантиметрден тігеміз.
Мен мына жерде төменгі жағынан бастап тігіп жатырмын. 5-6 сантиметрдей қалдырдым. Міне біз тек астыңғы жағын ашық қалдырып, қалған жағының барлығын осындай бұрыштарын тігіп алдық. Енді осы бұрыштарын біз мына бұрышты ашып, екі мынандай тігісті бір-бірінің үстіне дәлме-дәл қойып, мына ортасындағы тігістің екі жағына 1,5 сантиметр дәл осылай қойып, осыны егер қиын болады десеңіз, міне карандашпен сызып алыңыз. Сөйтіп, 4 бұрышының осындай шиектерін тігіп шығамыз. Тігістің екі жағына 1,5 сантиметр бердім. Яғни, общий 3 сантиметр. Осыны барлық жағынан тігіп шығатын боламыз. Міне тігіп алдым. Оң бетіне айналдырғанда матрастарымыздың жиегі осындай бортик болып тұратын болады. Қазір қалған бұрыштарын да тігіп алатын боламын. Міне мен теріс бетінің үстіне ақ мақта қойып алдым. Теріс беті. Қазір енді мына тесігі арқылы осыны айналдырып, оң бетіне айналдырып аламын. Міне мен мақтасын салып алдым. Енді мына астыңғы ашық бөлігін машинамен 0,1 сантиметрде тігіп алатын боламыз. Міне мақтасын салып, барлығын болғаннан кейін, мына мақтасын жан-жағына ысырып, ортасын ашамыз. Және бағана бір бөлігіне тіккен лентамызды дәл етіп алып, осылай көрінбейтін тігіспен қолдап тігіп шығатын боламыз. Міне біз ортасын тігіп алдық, қолмен, яғни көрінбейтін тігіспен тігіп алдым. Міне оң беті бізде бұл машинкамен тігілген жағы. Және де біз бағана барлық осы 4 бұрышына 3 сантиметрден бортик тіккен болатынбыз. Осылайынан тұрады. Әдемі болып шықты. Енді осыған тысын тігетін боламыз. Енді біздің матрасымыздың тысына кірісейік. Ол үшін дәл жаңа матрасты ортасын есептеп тесіп алдық қой, дәл солай. Бұны да осы скотчтың размерімен ортасын тесіп алдым. Және бұның ортасына лента қойып, екі бөлшекті бір-біріне біріктірмейтін боламыз. Себебі бұны замокпен бүлінген жағдайда шешіп алып, жууға ыңғайлы етіп жасаймыз. Оған осындай 4 бұрышты дөңгелектен үлкендеу етіп, осындай 4 бұрыштылар қиып алдым, екеуіне, екі бөлшегіне де. Және бұнда дәл ортасына осы скотчпен размерді, дәл біздің өзіміздің размерді белгілеп алдым. Енді бұны мына оң бетке қаратып аламыз. Мұны өзіміздің сызып қойған белгілерімізге дәл қойып, инемен қыстырып аламыз. Әлі ортасын қиып тастамаймыз. Оны шамалдан кейін қиятын боламыз. Мына ішкі жағын, жаңағы тігілген ішкі жағын былайынан бергі теріс бетіне қарай шығарып,
қазір лапканың бойымен ғана тігіп шығатын боламыз. Міне осымен екі бөлшектің де ортасын тігіп алдық. Міне оң беті, мынау теріс беті. Енді біз келесі осы тысымыздың бір жақ бөлігін ғана, бір жақ ұзындықтарын оверлоктап алатын боламыз. Себебі бұл замок тұратын жағы. Міне бір шетін оверлоктап алдым. Осы жерге замок қоятын боламыз. Әзірге осы замокты тігетін орынды тастап кетеміз. Осы жерлерден деп есептеп міне осы инені қыстырып алған екі жерді ғана қалдырып, қалған барлық жанын тігіп шығатын боламыз. Енді жаңағы ашық қалдырған жерімізге замок тігетін боламыз. Ол үшін лапканы ауыстырып аламыз. Бізде мынау замокқа, мен мынандай потайный замок болғаннан кейін, осы замоктың арнайы лапкасын қоямын. Міне тігістің дәл біткен жеріне замоктың пластмасс жерін дәл сол жерге қоямыз. Екінші жағында дәл тігістің біткен жеріне қойып міне мен жандарының барлығын оверлоктап алдым. Себебі менің матам мықты шашақталады екен, тез шашақталады. Сол себепті ортасы тігілді, замогы салынды. Енді бізде шамалы ғана шаруасы қалды. Оң айналдырамыз. Барлық ұштарын түп-түзу етіп шығарамыз. Оң айналдырдық. Енді осы ұшын 1 сантиметр тігістің екі жағынан 1 сантиметрден тігеміз. 1, яғни 2 сантиметр. Шетінен ғана 2 сантиметр тігіп шығамыз. Барлығын төртеуінде оң жағынан. Тігіп алдық. Енді осыны жиектеп қиып тастаймыз. Қиып тастадым. Енді теріс бетін айналдырып осы ұшты 1 сантиметрде тігіп шығамыз. Біз жаңа матрас жасаған кезде оған бортик жасаған болатынбыз. Сол себепті біз сынада осындай бортиктер жасайтын боламыз. Міне біздің матрасымыз бен матрастың сыртынан тысы дайын болды. Жанында замогы бар. Жерден алып, жуып, қайттан кигізіп қоюға болады. Жандарының барлығын бортикпен жасадық. Ортасы әдемі болып шықты.